Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Кітап талқыға шықпағалы біраз уақыт болған екен. Бүгін міне Алланың қалауымен соңғы оқыған кітаптарымның бірі Халед Хоссейнидің «Тысяча сияющих солнц» жарқыраған мың күн кітабы туралы болайын деп тұр әңгіме. Жалпы бұл автордың екінші кітабы. Бірінші кітабы «Бегущий за ветром» 2003 жылы жарық көрген. Ол кітапты мен осыдан бір жарым ай бұрын оқып бітірген едім. Бірақ бүгінгі әңгіме осы «Тысяча сияющих солнц», яғни екінші кітабы жөнінде болайын деп тұр. Осы қазір оқып бітіріп отырмын, сондықтан эмоция сақталып тұрған кезде менде бірнеше сөздер, пікірімді айтайын деген едім. Бұл автор жалпы Ауғанстанда Кабулде туылған. Автор жөнінде бір-екі ауыз сөз айтайын. 1965 жыл 4 наурызда. Бірақ олар 76 жылы, 1976 жылы әкесінің қызметіне байланысты Парижге көшеді. Ал 78 жылы Ауғанстанда коммунистік төңкеріс болады. 79 жылы Кеңес одағының Ауғанстанға басып кіруі басталады. Осыған байланысты ол отбасы елге қайта алмай саяси баспана сұрайды. Содан 1980 жылы Хоссейнилер отбасы ақш-қа Калифорния қоныс аударады. Яғни қазіргі уақытта бұл автор Америкада тұрады, бірақ Ауғанстанда Кабулде туылған. Сол жақтың системасын біледі, сол жақтың тұрмыс тіршілігін біледі. Соған орай кітаптарда сол Ауғанстанға тікелей байланысты, сол жақтағы тұрмыс тіршілікке байланысты білімі, ол жақтан қозғаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі әңгіме жазған кітап жөнінде болайын деп отыр. Негізгі мамандығы сол дәрігер. Жарайды, мен кітап жөнінде айтайын, көп сөзді қояйын деген сияқты. Жалпы кітап ұнады маған. Кітап не туралы? Жарқыраған мүмкін. Кітап мен орысша нұсқасынан оқыдым, қазақша аудармасы да бар. Кітап жалпы 40-тан астам тілге аударылған, қателеспесем. Жарқыраған мың күн деп қазақша аударып, көптеген оқырмандар өзінің бағасын беріп тастаған негізі бұл кітапқа. Кітап Мәриям және Лейла деген сол Ауғанстандық, Кабулде өмір сүрген қыз балдар туралы болмақ. Сол жас қыздардың кішкентай кезінен бастап жалпы өлген уақыттарына дейін деп айтсақ болады. Яғни соңғы уақыттарына дейін. Сол бірінші Мәриям жөнінде басталады кітап. Мәриям ол Мәриямның қай жерден бастасам екен? Кейде болады ғой. Кітап сұрайды, кітап не туралы деп, мысалы бір кітапты оқып бітірсең, кітап не туралы? Кітап сұмдық, өте ауыр, оқуға кеңес беремін деп айтасың, бірақ не туралы деген кезде тоқтап қаламыз да. Дәл сондай болып тұр ғой. Мәриям деген жас қыз, оның әкесінің бірнеше әйелі бар. Ал Мәриямның анасы күтуші болады да сол үйде. Жалпы оны күйеуі әйел ретінде мойындамайды, сондықтан әйелдерінен бөлшектеп бір ауылға, бір таудың арасына орналастырып қояды. Соқтан өзі бір үй жайын әперіп, араластырмай отбасымен оны бөлек ұстайды, мойындағысы келмейді да оны. Ал өзі ана жақта бір үлкен коттеджде тұрады, екі әйелмен, бірнеше әйелі, балалары бар. Ал Мәриям сондай бір таршылықта өседі. Шетте, қаланы, халықты көрмей өте қиыншылықпен өседі Мәриям. Сөйтіп жүріп, әкесі арасында келіп тұрады. Әкесіне деген сағынышы енді сұмдық. Әкесін көргісі келеді. Әкенің жылуы жетіспейді оған. Әкесін қатты жақсы көреді. Әкесі арасында ғана келеді. Сол келгенін күтеді Мәриям. Уақыт санап күтеді әкесінің келетін уақытын. Қысқа нұсқа айтуға тырысайыншы. Жалпы не керек? Әкесіне барады бұл іздеп. Әкесі келмей кеткеннен кейін үйіне барса, оны әкесі біліп тұрып кіргізбейді үйіне, кіргізгісі келмейді. Бірақ бірнеше уақыттардан кейін
шешесі анасы қайтыс болады. Қайтыс болу себебі сәл ұзақта, оны айтпай ақ қояйын. Ол өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болады. Амал жоқ, әкесі өзінің қолына алады қызды. Бірақ басқа бір өзінің қалауынсыз, еркінсіз басқа бір жақсы тұратын басқа бір қаладағы бір бай адамға, өзінен пәленбай жас үлкен бір мужикке тұрмысқа беріп жібереді Мариямды. Ол еркек бағаламайды бұл Мариямды. Уыздай жап-жас қызды алып болады, бағаламайды. Бірақ Мариям көтереді, 2 қабат болады, бірақ түсік тастай ма, сондай болады, туа алмайды оны. Содан кейін ана күйеуі мүлдем ауыр сөздер айтып болған, тамақ істесе тамағын жақтырмай. Мына момент әдемі айтылған бұл кітапта. Тамақ күріш жасайды, күріштің ішінде кішкене тастар болса керек енді. Сонымен жаңағы күйеуі ызаланып, ашуланып, даладан тастарды алып кеп Мариямның аузына салады. Ол жұт, шайна деп. Енді обращениесі әйеліне деген қарым-қатынасы өте ауыр. Дым көрмей өсетті Мариям, тазасын айтқанда ештеңе көрмей өсетті. Бұл бір әңгіме. Мен сөйлеп отқаным 6 минут болыпты. Бұны тыңдап отқан адам болса жақсы бұны. Қысқартып айтқаның өзіндегі әңгіме да бұл. Екінші Лейла. Бұл 2 қыз баланың тағдыр қатар айтылады. Бірінші Мариямның оқиғасы, кейін Лейланың оқиғасы айтылады кітапта, сосын екеуі бір үйге тап болады бұлар. Ал Лейла туралы айтайын. Лейла деген қыздың бір ғашығы болады, Тарик деген. Ол екеуі кішкентай кезінен бір-біріне ғашық болып, тазасы екеуі бірге некесіз жатып қояды, Лейла мен Тарик. Сонымен не керек, Тарик отбасымен көшуге тура келеді. Өйткені сол сәттер Ауғанстанда, Кабулде жалпы соғыс болып жатады. Білесіздер ғой, бей-берекет соғыс көп ол жақта. Нақты себебін мен білмеймін. Саяси себептер, бір-бірімен жаңағы таққа талас, билікке талас, бұрыннан көп қой, 40 қабақ соғыс көп, сондықтан елі дамымай жатыр. Сонымен не керек, Тарик көшем дейді отбасымен жаңағы ғашығы. Екеуі амалсыз қоштасады. Лейла отбасымен қалуға тура келеді, өйткені үйінде жалғыз қыз болады. 2 бауыры соғыста қайтыс болған, сондықтан Лейла отбасымен қалады. Сол уақыттары не керек, Тарик отбасымен кетіп қалғаннан кейін Лейланың да ата-анасы осы ол жақта жарылыс, бомба көп болғаннан кейін сол бомба түсіп, қателеспесем, содан өледі ол кісілер. Ата-анасы қайтыс болады Лейланың, жалғыз қалады, жетім болып. Сосын жаңағы Мариямның күйеуі, аты келмейді құрғырдың. Сол Мариямның күйеуі бұны үйіне кіргізіп алады, жаңағы Лейланы. Лейла өзі жап-жас қыз, жаңағы Мариямнан қайда жас ол? Мариям 30-тан асқан ба, сондай бұл сәттері. Лейла бір 18 жасар ма, 19 жасар ма, сондай. Оған жетпеген болуы да мүмкін. 16 жасар ма даже. Сол Лейланы үйіне кіргізеді, яғни жарақат болады да, Лейла ауыр жарақаттанған, оны емдеп, сөйтіп кіргізіп алады. Одан кейін не керек, бұны әйелдікке алып алады, үйтіп-бүйтіп күйеуі. Жаңағы Лейла 9 минут болған ба? Қысқа нұсқа айту керек бітті, білмеймін. Сонымен жаңағы Мариямды көндіреді күйеуі. Бұл жап-жас қыз үйде жатыр, оны жұрт не дейді, бұл қайда барады, бұның баратын жер жоқ, қазір жібересіз, ол кез келген біреудің құлы жоқ, бары жаңағы бір жезөкше болып кетуі мүмкін деген сияқты. Ол кезде Ауғанстанды талиптер басқарып жатады. Талиптердің қолына түссе білесің, оңдырмайды деген секілді. Сонымен жаңа Лейлаға айтады, ұсынысты жасайды. Лейла ол кезде 2 қабат болып қалған Тариктен. Тарикті де қайтыс болды деген хабарды алады бұл.
біреу арқылы. Сонымен бұл жетім қыз бір жағынан екі қабат болып тұр, бұл түрмен қайда барам деп амалсыз Лейла келіседі. Ол кезде қиын да, ол кезде болғанда ол жалпы Ауғанстанда әйел затының тіршілік жасау өзімен өзі өте қиын. Өйткені әйелдерге жұмыс істеуге тыйым салып тастайды. Күйеуінің рұқсатынсыз, аға әкесінің рұқсатынсыз көшеге де шығуға тыйым салады. Өте қиын да, мұқтаж қылып қойғанда еркекке. Сонымен келіседі. Екі әйелді алып алады. Ана бұрынғы әйелді менсінбейді. Күйеуінің аты құрғыр кімеді, мен жүйкем шынамайды оның. Жәлил ғой күйеуі. Жәлил мет, бұл Жәлил әкесі мет, қайсы сет деймін. Қазір қарап жіберейінші. Әкесінің атын айтайын деймін. Күйеуінің атын, екеуінің. Так, кете берейінші. Сонымен бұл күйеуі дұрыс қарамайды бұларға. Жаңағы Мәриямды ескі бір көлікке теңесе, бір Жигули деген сияқты кімді Лейланы бұл Мерседеске теңейді ғой. Жап-жас уыздай қызды алып, жаңағы Мәриямның жүрегіне жара салады да. Оған ол қызық емес, бірақ ыртың-жыртың жүреді кіммен? Лейламен. Бірақ екеуі не керек? Кейіндері дос болады екеуі. Айырылмас дос болады. Бірақ көптеген қорлық көрсетеді. Ұрат бұл күйеуі. Екеуін қосып қойып ұрат, қосақтап тұрып, ұрып, тепкілеп, сондай қорлық көрсетеді. Мәриям мен Лейла қашып кетейін десе, кетіп қалайын десе, талиптер бір кетуге кетіп қалады, айтқандай кетіп қалып, бірақ талиптер ұстап алып қайтадан күйеуіне алып келеді да екеуін. Қысқасы сыртқа шыға алмайды да, күйеуінің рұқсатын сыртқа шыға алмайды, басқа мемлекетке кете алмайды, қыспақта тұр. Мына жақта күйеуі ұрып соғып жатыр. Өте ауыр. Бұны сезіну үшін оқу керек та бұл кітапты. Мен енді кішкене сіздер ақпарат алсын деп бөлісіп жатқаным ғой, әр жерден түртіп жатырмын. Негізі өте керемет кітап. Бегущий за ветром алғаш кітабымды оқып бітіргем, оны бір кейін бір ниет болса айтармын, не жөнінде екенін. Ол жалпы Халед Хусейни кітаптарында мен бір шындықты байқадым. Кейбір кітаптардан бір чудеса күтіп отырасында бір бәрі керемет болып кететін шығар, болашақта бұлардың ақыры кішкентай кезінде көптеген қиындықтар көрді ғой, енді болашақта үлкейгенде бақытты болып кетеді шығар деп ойлайсың, бірақ ондай болмайды да. Қиындықтың үстіне қиындықта өмірден алғаннан кейін осындай шындыққа негізделген да, маған ұнады. Бір жақсы бір энергия бар кітабында. Кейбіреулер айтады, сол Ауғанстанда жамандай берген, үйте берген деп, өзі Америкаға көшіп кеткеннен кейін. Ондай ол түсінік қате сияқты меніңше. Қалай бар солай айтқан. Екінің бірі Ауғанстандағы, екінің бірінің тағдыры сондай бір печаль, ауыр деп айтады кітапта. Жалпы ол рас. Кітапты оқып отырып өте көп шүкіршілік етіп кетесің. Осындай бір тәуелсіз елде тыныштық заманда өмір сүріп жатқанымызға көптеп шүкір айтып кетесің. Оқуға кеңес берем. Егер соңына дейін тыңдағандар болса, Алла разы болсын. Қазір сағат түнгі 12-ден 47 кетті. Мен әлі сөйлеп отырмын. 15 минут болып қалыпты. Жалпы кітап талқы болды ма, бұл жай әңгіме болды ма білмеймін. Өздеріңіз қарай жатарсыздар. Кітапты оқығаннан кейін негізі осылай ой бөліскенді ұнатасың да, ой бөлісетін жан-жағыңда ешкім болмайды, айтайын десең ешкім тыңдағысы келмейді. ютубтан іздеп біреу қарап қалар деген ой ғой. тиктокқа да салатын боламын, алла қаласа. Кітапты оқып болғаннан кейін сіздерде ойларыңызбен бөлісіңіздер. Оқығандар болса ұнады ма айтыңыздар, жалпы қалай деген сияқты. Келесі кездескенше.
рахмет, баршаңызға амандықта, саулықта болайық.